Сәлеметсіздер оқушылар, дүниетаным сабағын бастаймыз. 28-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы адам өміріне ауа райының әсері. Сабақтың мақсаты сен адам өміріне ауа райының қалай әсер ететінін білесің. Тірек сөздер: ауа райы болжамы, термометр. Арман: сен ауа райы ауаның белгілі бір уақыттағы, белгілі бір жердегі жай күйі екенін білесің. Ауа райын болжау үшін ауаның температурасын, желдің күшін, аспандағы бұлттың жағдайын, жауын-шашынның болатынын анықтайды. Терезеге қарап, парталасыңа бүгінгі ауа райы туралы әңгімеле. Суреттегі балалар не себепті әртүрлі киінген? Неге? Бүгінгі ауа райы күннің ашық, жылы, ауа райы өте тамаша. Жаз жайдарлы, қыс ызғарлы, күз салқын. Ауа райы жылы немесе салқын, жаңбырлы немесе желді болады. Бұл жер бетіндегі ауаның өзгерісіне сай байқалатын құбылыс. Ауаның температурасын термометр құрамымен өлшейді. Ақмарал: ғалымдар ауа райына үнемі бақылау жасап отырады. Олар ауа райының бірнеше күндік және бір апталық болжамын құрастырады. Ауа райының адам өміріне, денсаулығына және шаруашылыққа тигізетін өзіндік әсері болады. Жаңбыр бірнеше күн қатарынан жауса, елді мекенді су басуы ықтимал. Бұлтты немесе тұманды күндері ұшақтың ұшуы тоқтатылады. Тыста қар қалың түссе, көліктің жүруіне қиындық болады. Өзің білетін жорамалыңды төмендегі кестеге жаз, қорытынды жаса. Ауа райының адам өміріне қолайлы әсері: жаңбыр, ылғалды, салқын, қар. Ауа райының адам өміріне қолайсыз әсері: нөсер жаңбыр, жел, тұманды күндер, қалың қар. Қазіргі кезде синоптиктер ауа райын алдын ала болжайды. Оған жетілген жаңа техникалар беріп отыр. Ертең болатын ауа райын білу қандай? Мамандар үшін аңызды сыныптастармен бой бөліссін. Нөсер жауын егіншілерге, мал шаруашылығына, ал қатты жел балықшыларға қолайсыз. Сен тұратын жердің ауа райы жайлы не айтуға болады? Себебін түсіндір. Менің ауылым Ақкөл, біздің жақта қатты ыстық әрі жел болып тұрады, ал қыста қатты суық боран болады. Алда болатын ауа райын болжау үшін қажет. Егіншілер ертеңгі шомылысын жоспарлауға ыңғайлы. Ауа райын білу қандай мамандарға қажет? Фермер, балықшы, егіншіге ауа райын білу қажет.